Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге Релан цифрлық зертханасымен жұмыс жасауды көрсететін боламын. Бүгінгі көрсетейін деп отырған жұмысым заттардың балқу температурасын және кристалдануын анықтау. Жұмысымның мақсаты парафиннің кристалдану температурасын анықтау және заттардың кристалдануы мен балқуын түсіндіру. Ол үшін маған қажетті заттар, ол электр плитасы қажет. Релан цифрлық зертханасында қолданылатын жаңағы датчигіміз қажет болады, температураны анықтайтын, және парафин қажет болады. Енді парафинді алып, осы электр плитасында, қызып тұрған электр плитасында балқытамыз. Заттардың балқуы мен кристалдануын осы Релан Light қосымшасы арқылы көретін боламыз. Ол үшін компьютердан қосамыз. Бұл жерде Bluetooth'ды таңдаймыз, Bluetooth'ға қосылған, және поиск деп іздеп, осы жерде біздің датчигіміз шығатын болады. Міне датчигіміз шықты, мұнда қосамыз, жасыл түс болып жанды. Міне датчик высокой температуры деп қосылды. Міне қарап отырғандарыңыздай, бұл жерде біздің парафиніміз толықтай балқып еріді. Парафиннің балқу температурасын датчик арқылы анықтайтын боламыз. Графиктен көріп отырғандарыңыздай температурамыз жоғарылап келе жатыр. Парафиннің балқу температурасын графиктен өздеріңіз көріп отырсыздар, яғни жоғарылады. Енді осы графикті сақтау үшін біз алып жоғарғы жағында Excel деген таблицаны көріп отырмыз. Осы Excelге сақтауымызға болады. Сақтап аламыз. Жаңағыдай біздің жұмыс үстелімізге бұл графигіміз түсетін болады. Енді міне көріп отырғандарыңыздай парафиннің қату температурасында анықтадық. Қату температурасын диаграммадан көрсеңіздер болады. Бұл диаграмманы алдыңғы балқу температурасы тағдай алып Excel таблицасында сақтап алуымызға болады. Бүгінгі жұмысымызда Релан сандық зертханалық жұмысымен жұмыс жасауды көрдіңіздер. Назарларыңызға рахмет.